Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомның тақырыбы қалақай өсімдігіне арналады. Қалақайдың адам денсаулығына пайдасы, құрамындағы витаминдері туралы айтылатын болады. Егер сізге осы тақырып қызық болса, видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Қалақай бір жылдық не көп жылдық қос үйлі және сирек те болса бір үйлі шөптесін өсімдік. Сабағы мен жапырағы түкті. Жапырақтары қарама-қарсы орналасқан, ұсақ гүлдері масақ тәрізді гүл шоғын құрайды. Қоңыржай және тропиктік аймақта 40-тан астам, Қазақстанда 3 түрі бар. Көлеңкелі ылғалды жерлерде, орманда, бақта, жол бойында өседі. Биіктігі 1 метрдей, сабағы тік, жапырақтары өркенге қарама-қарсы орналасады. Өсімдікті түгелдей күйдіргіш безді түктер жапқан. Безді түктер денеге тисе, түктің ұшы морт сынып, түбіндегі сұйықтық дереу денеге жайылып күйдіреді. Халық аузындағы қалақай шақты деген осы. Бұл туысқа жататын өсімдіктер бір үйлі, кейде екі үйлі болады. Гүл шоғырлары сырға гүл, жай және күрделі масақ тәрізді. Жартылай шатыры болып, жапырақ қолтығынан немесе сабақтың ұшынан дамиды. Аталық гүлінде біркелкі 4 тостағанша жапырақша. 4 аталық бар. Аналық гүлінде 4 тостағанша жапырақшының екеуі сыртқы, екеуі ішкі шеңберде орналасқан. Көктемнің аяғынан бастап жаз бойы гүлдейді. Қалақайдың барлық түрінің құрамында ақуыз, сондай-ақ К, С, В витаминдері, елік заттар және минералды тұздар, әртүрлі органикалық қышқылдар болғандықтан ол тағам ретінде және медицинада пайдаланылады. Қалақай препаратын диабетпен ауырғанда, кептірілген жапырақтарынан жасалған қайнатындыны қақырық түсіру және асқазанды тазарту үшін ішеді. Жаңа жұлып алған жас жапырағын сүйелге жабыстырады. Қазақ халық емшілігінде қалақайды атам заманнан бері пайдаланып келеді. Емге қалақайдың сабағы, жапырақтары, жанғаннан кейінгі күлі, қайнатынды суы, шағу жағдайындағы уы бәрі ем. Дәрі жасау үшін оның жапырақтарын гүлдеген кезінде жинап алады. Құрамында С, К, В дәрумендері, пантотен қышқылы, ортицин глюкозиді, хлорофилл құмырсқа қышқылы, фитостерин, каротин, кальций және тағы басқа заттар бар. Ғылыми медицинада қос үйлі қалақай өкпеден, жатырдан, ішектен, геморрой түйінділерінен, асқазаннан қан кеткенде дәрі ретінде қолданылады. Өсімдіктің құрамындағы хлорофилл денедегі зат алмасуын, жүрек пен өкпенің қызметін жақсартады. Қос үйлі қалақайды көптеп жазылмай жүрген жараларды емдеуде, ағзадағы дәруменнің жетіспеуін және қанның құрамын қалпына келтіру үшін пайдаланылады. Соңғы кезде өсімдікті диабетті емдеуге де пайдалана бастады. Бауыр және өт жолдарының созылмалы ауруларын қалақаймен емдеуге болады. Қалақайды медицинада аллахол бауырды емдейді және басқа да көп дәрілердің құрамына қосады. Халық медицинасында қос үйлі қалақайды жапырақтарымен ревматизмді, іштің қатуын, подаграны, бүйрек пен қуық ауруларын, өкпе туберкулезін, геморройды, дизентерияны емдейді. Тамырынан жасалған сулы тұнбаны, бронх демікпесін, асқазан ауруларын емдеуге қолданады. Сонымен қатар дене сыртындағы жарақаттарды, іріңді жараларды, сүйектің қабынуын емдеуге де болады. Оны шемен ауруын емдеуге, дене қызуын басуға және жөтелге қарсы да пайдаланады. Көбіне тұнба дайындайды. Жас қалақайдан салат жасайды. Жасыл бояу алу үшін қолданады. Мал азығына қоса сиырдың сүттілігін арттырады. Тауықтың жұмыртқалағыштығын арттырады. Ұлыбританияда қалақайдан шарап жасайды. 3000 литр шарап алу үшін 40 келі қалақай жапырағы қажет екен. Қалақай талшықтарынан мата да жасалады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс әскерлерінің киімі осындай матадан жасалған екен. Қалақайды жеу пайдалы, өйткені оның құрамында магний, кальций және темір бар. Бұлар адам денсаулығына аса пайдалы. Қалақайды жүкті әйелдерге және жүрек талмасымен ауыратын адамдарға жеуге болмайды. Қалақай тағам ретінде де медицинада пайдалы. Көктемде қалақай жаңа көктеп бояла бастаған мезгілде ұсақтап турап, беті жабулы эмальді ыдыста жарты сағаттай қайнатып алып, жас еттің сорпасына араластырып ішсе, мыңда бір дертке ем болатыны дәлелденген.
Халық емшілерінің айтуынша, қалақай қанды тазартып, жүрек демікпесін басуға, тері ауруларын қайтаруға, жүйке жүйесін тыныштандыруға және есте сақтау қабілетіңізді нығайтуға әсері мол. Қалақайдың уында адам денсаулығына аса қажетті 40-тан аса минерал түрінің бар екені дәлелденіп отыр. Оның құрамында калий, кальций, темір, мыс, қорғасын, фосфор, хлор, йод, оттегі, азот, марганец пен магний секілді аса пайдалы заттар бар. Қалақай қан айналымын жылдамдатады. Майлы шаштарға және қайызғаққа қарсы қолданылады. Қайызғақтан ғана құтылуға көмектесіп қоймай, сонымен қатар шаштың өсуі мен мықтылығына септігін тигізеді екен. Мінекей, бүгін қалақай өсімдігіне байланысты көптеген ақпараттарды жинап сіздерге ұсындым. Адамның тұңғыш ұстазы табиғат, алғашқы дәріханасы орман. Салауатты өмір салтын ұстанып, өсімдіктердің пайдасын біле жүріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.